Ассаламу алейкум. Бүгін сіздермен дәл осындай потайной тігістің жасалу жолын үйренетін боламыз. Бұндай тігіс бізде школьный форманың балағын қысқартқан кезде, школьный юбкаларды, рыхлый маталарды және де басқа өте жұмсақ маталардың астын қайырған кезде керемет обработканың бірі. Негізінде бұндай тігіс үшін арнайы машинка болады. Сол машинканың көмегімен дәл осындай тігіс жүргізеді. Бірақ біз бұл тігісті дәл осы наборымыздағы осындай кішкентай көмекшімен жасайтын боламыз. Бұл набор бізде конкурста. Бұл наборды ұтып алу үшін видеоларға белсенді болыңыз. Instagram және YouTube каналдың тіркелушісі болсаңыз жеткілікті. Видеоны бастамастан бұрын лайк қоюды, қолдау көрсетуді ұмытпаңыз. Біз бірінші лапкамызды орнататын боламыз. Стандартты лапкамызды алып тастаймыз. Мінекей біздің лапкамыз. Рычагты төмен түсіреміз. Дайын. Енді машинканың настройкасы. Дәл осы потайной строчкаға маған F деген функциясы жауап беретін болады. Бұл мінекей F-ке апарамыз. Ширина шага 3,5 деп қойсақ болады, 4 деп қойсаңыз да болады. В принципе, ешқандай айырмашылығы жоқ. Енді бізге матамызды қалай қоямыз? Смотрите, например, мынау бізде шалбардың балағы деп есептейтін болсақ, шалбардың балағы бізде 2 рет қайырылған болады. Мінекей 1 қайырылады, және де 2 қайырылады. Осы 2 рет қайырылған жерден мінекей бізге осы матамызды дәл осылай қою керек болады. Міне осындай труба. Мына бізде шалбарымызды 2 рет подворот ешке қайырамыз. Қайырылғаннан кейін матамызды дәл осылай қоятын боламыз. Мінекей. Енді осыны дәл осы күймен лапканың астына орнатамыз. Бұл жерде сізге бір лоскут матаға тренировка жасап алу керек болады. Сол кезде сізге жұмыс істеу жеңілдірек болады. Проба снимать етіп аласыз, одан кейін барып істейтін боласыз. Мынау бізде кішкентай болтигі бар. Осы болтиктің көмегімен либо оңға, либо солға жылжытып отыруыңызға болады. Мен дәлдеп алдым. Мінекей, дәл осылай жүретін болады. Бисмилла. Бір айтып кететін нәрсе. Біздің тігісіміз 2 шаг төмен жүреді, 1 іледі. Осы жерде біздегі тігісіміз дәл осы припускымызға түсу керек болады, ал бір ғана ілгек тігістің оң жағына түсу керек. Қас көрсетеді. Мінекей біздің тігісіміз астарынан дәл осындай болып көрінеді. Яғни сіз естественно түстес жіпті алатын боласыз. Астымыз осындай. Мәне біз жаңа тігісті жүргізген кезде дәл осылай жүргіздік, қараңыз. Мәне тігістеріміз бер жақта жүріп шықты, ал мына сол жақтағы матаны тек қана іліп отырды да. F опциясындағы осы біздің функциямыз дәл осылай жұмыс істейді, ал беткі қабатында бізде мынандай тек қана точкалар ғана қалады. Бұны үтіктеген кезде тіптен көрінбейтін болады. Смотрите, сонда түстес жіп алатын болсаңыз, дәл осындай сіздің осы ілгектеріңіз көрінбейді. Осы себепті бұл видео сізге ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоға лайк қоюды ұмытпаңыз. Егер де бұл лапка сізге қажет болатын болса, онда лапкалар жайындағы әрбір видеоға белсенді болыңыз. Сол кезде ең белсенді жанға дәл осы наборды сыйлаймын және де тегін жеткізіп беремін.